Баршаларыңызға қайырлы күн. Бүгін біз жылдам әрі дәмді болып шығатын керемет пирог, тауық етінен жасалынатын пирог дайындайтын боламыз. Бізге ол үшін бар болғаны картоп, пияз және де тауықтың төс еті немесе тауықтың кез келген етін қолдана берсеңіздер болады. Бәрін осы видеода көрсетілгендей кубик қылып турап аламыз. Тауықтың төс етін, картошкамызды жақсылап турап, майдалап турайтын боламыз. Қызып тұрған тапамызға сұйық майды құйып, үстіне пиязымызды салып қуыратын боламыз. Пиязымыз қуырылғаннан кейін үстіне тауықтың төс етін салып, оны да қуырамыз. Сосын біз картошкамызды салып, үстіне үйіңізде қандай приправамыз бар. Мен мысалы мына жерде куриный приправа салдым, тұз, бұрыш салсаңыздар болады. Жақсылап араластырып, одан кейін 5 минутқа тағы да қуыратын боламыз. Қыздар, сосын мен бұл жерде дайын ашытылған слоеный тесто қолдандым. Бұны 2 бөлікке бөлеміз де, қатты жұқа қылмай жайып шығамыз. Міне мен қамырды осылай жайып алдым. Одан кейін пергамент қағазын төсеп, соның үстіне қамырымызды салып, үстіне салмамызды салып шығамыз. Осылай жан-жақтарын осылай жасадым. Одан кейін үстіне пышақпен осылай жүргізіп шығып, үстіне жұмыртқамызды жағып, және де бұл жерде мен күнжіт бетіне септім. Қызып тұрған пешімізге 30-35 минутқа 180 градуста пісіріп алатын боламыз. Міне, бізде осындай дәмді пирог дайын болды. Өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Жақындарыңызбен бөлісіңіздер. Менің каналым ұнаса, лайк басып, комментария жазып кетсеңіздер болады. Сіздерге ас болсын.